Bir ауыз құттықтау айтып, тілек айтсаңыз. Мен айтпаймын. Не деп құттықтаймын? Тәуелсіздік үшін әлі күресуіміз керек. Күрес алдыда. Қазаққа қару беру керек деп айттыңыз. Тәуелсіздігімізді қорғау үшін әр қазақтың үйінде қару асулы тұру керек. Керей Жәнібектің Кенесарымен бірге құлатылған мына туымызды қайтадан неге біз көтермейміз? Рас тәуелсіз ел болсақ. Колбин білмей қалуы мүмкін. Біз метелдеп ұйымдастырайық, сынақтан өткізейік. Европадан алыста, Қытайдың шекарасында түкпірде жатқан Алматыда өткізген қолайлы болар деп Назарбаевпен ақылдасқан ғой. 2000-мыңдай адам ерді маған. Қыздар көбі жас. Аэровокзалда ұстады бәріміз, жолды жауып. 4 жылға соттады. Бұрын сотталған. Деді мені ұйымдастырушылардың бірі дейді. Сол кездегі Москваның құлдары, марионеткалар дейміз бе, қуыршақтары. Әлі отыр ғой билікте. Президент дегенде жеке басқа табыну деген пәледен құтылу үшін Швейцарияның үлгісін алу керек. Шынымен де мен билікке ғана қатты айтамын. Ана халықты қорлағанына шыдай алмаймын да төзе алмаймын. Ағайын болып бірлесіңдер. Туыстық негізде бірінші. Содан кейін ұлттық негізде қайтадан бірігуге бірігетін заман келді, Керей Жәнібектің заманы. Армысыздар, Адырнаның құрметті көрермендері. Желтоқсанның тарихы ерекше ғой қазақтың тарихында. Сондықтан біз бүгін ерекше қонақ шақырып отырмыз. Қасен Қожахмет ағаларыңыз бәрімізге аға. Жасы да аға, ісі де аға, азамат. Қош келдіңіз. Аға, енді сізді бүкіл Қазақстан ар жағда біледі, басқа елдерде біледі. Дегенмен, мына өзіңіздің жанұяңызды, шыққан тегіңізді кішкене айтып берсеңіз. Мен енді әкем Кәрімжан Қожахметұлы руы Тарақты деп аталады. Таңбамызға қарап, Тарақты деген. Мәшһүр Жүсіп Көпеевтің ғұлама шежіреші, мен шежіре демеймін, көбінесе тұғыр деп айтам. Тұғыр. Ана Монғолияда тұғыр деп айтатын сияқты. Арабша шежіре деп айтпайды. Сол Мәшһүр Жүсіптің жазуынша төре жігіт арғынның қызын айттырған. Соған ұрын бару деген не бар ғой, дәстүр бар ғой. Ұрын барған, сөйтіп үйленбей тұрып қаза болып кеткен. Жаугершілік заман ғой. Сонда төреден туған дейді. Таңба Шыңғысханның таңбасы төренің. Шын мәнінде бұл Ғұн империясының, Қытайлар Ғұн деген, анау жыл санауға дейінгі 209 жылы Мөде Шәни дейді қаған ғой. Сол құрған империяның таңбасы бұл. Шығысқа кеткен түріктердің. Ол қалай кетті ол жаққа? Ол Шыңғысханның, ол құян дейді Қытай тарихында. Кейін Ерғанында отырғанда қиян болып өзгерді, соны қият болып тіз алғанды. Көпшілік Ергенеконда отырған кезде 400 жыл Қытай әскерінен жеңіліп. Сол қият. Содан Мөде қалған, Ғұн империясын құрған қият руы, қазіргі тілмен айтқанда. Одан әгі Еділ патша, Аттила деп жүрген. Ол да сол Шәнилердің бәрі құян руынан болған. Шыңғысхан 1000 жылдан кейін, одан кейін болған. Шыңғысханның өзінен тарағандар төре аталған. Ел билеушілер деген сияқты. Шын мәнінде Шыңғысханда қият. Сол мына ортақ таңба, сондықтан Ғұн империясының таңбасы. Ғұн империясының. Сол Еділ патшаның аталары батысқа кеткенде, сол жақта Украинаның қазіргі таңбасы. Ол да жоғары қарап тұр, Монғолияның сияқты бірақ. Біздікі бұлай. Алтын Орданың Шыңғысхан құрған. Одан кейін Керей Жәнібек құрған Қазақ хандығының таңбасы. Бәрі мына таңба 2,5 мың жыл бұрынғы Ғұн империясының таңбасы. Қытайлар ғой Ғұн деп жүрген шығыс түріктердің таңбасы. Енді бұған мен бұл туды қайта көтеруіміз керек. Мынау жасанды қазір
неме күнбағысқа ұқсайтын ана орыстың бұрынғы несіне гербін ұқсатып, ол жаңа емес, біз жаңа емес, көне халықпыз. Сондықтан ондай жаңадан андай ту жасаудың қажеті жоқ. Деп, бірақ дегенмен осы заманға мынау біздің тексіз тегін білмейді тобырға халқымыз айналып кетпесін деп, біз 7 ата бір ауыл болып, туысқандар бірлесіп отырып, мыңдаған жылдар қоғам құрған халықпыз. Сондықтан біз руымызды, руын білмейтін адам қазақ емес меніңше. Ол кірме бірдеңе ұлтын жасырған. Сондықтан мына мен қазіргі заманға лайықтап, бірінші қайтадан мына өзіміздің Керей Жәнібек көтерген Алтын Орданың ар жағы. Мынау таңбамызды қайтарайық. Бұрыннан ел екенімізді. Болмаса басқа жаңағыдай Путин сияқтылар қазақ жаңадан құрылған ел 22 жылы. Оны Назарбаев құрған 91 деген қаңқу бірдеңелер айтып жүр тарихты білмегендіктен. Сондықтан мынау армян халқы, грузин халқы, ана орыстар жаулағанға дейінгі туын қайтадан көтерді ғой, тәуелсіздік жариялап. Орыстың өзі қайтадан самұрығын алды. Біз неге жаңадан бірден ойлап табамыз? Керей Жәнібектің Кенесарымен бірге құлатылған мына туымызды қайтадан неге біз көтермейміз? Рас тәуелсіз ел болсақ. Деп мен насихаттап жүрмін осыны туды. Міне, мынау негізі, оның екі түрлі болуы мүмкін. Мына тек қана осы негізгі Hun империясының туы, қазақ хандығының туы, таңбасы болуы мүмкін. Я болмаса қазіргі қазақ халқын қайтадан рулықтан бездірген, ағайыннан бездірген сталиндік, большевиктік соған қарсы қайтадан санамыз жаңғырту үшін мына 3 қатарға 300-дің несін қойып қойдым. Ірі рулардың таңбаларын қойдым. Сіздің руыңыз кім? Қожа. Қожа ма? Ол қожаның да таңбасы бар. Міне, қазақ болып кетті ғой. Соқтан осы мінекей мынау ноқтағаларының жаңағы жоғарыда тұрған жалайыр, тарақты, табынның несі, олар осы төремен байланысты шын мәнінде. Енді жалайыр қыздан туған деп Қытай тарихы айтады. Баяғы заманда қыздан туған, Hun патшасының қызынан туған деп. Оның басқа бір себептері бар. Неге жалайырлар тарақтың баны алғаны? Қыздан туғанға бермеуші еді ғой. Оны Абылғазы Баһадүрдің тарихынан оқи аласыздар. Міне сөйтіп қайтадан осы заманға лайықтап, мынау шетелдің ойлап тапқан партиялары, жөйттердің шын айтқанда екеуі жарамай қалды, нелері, жүйелері, коммунизм, социализмден өздері безден орыстардың зорлап енгізген бізге. Нарығының түрі мынау партия құру арқылы бірігіп сайлауға қатысыңдар дейді. Көрдіңіздер. Сондықтан мен болмайды. Қазақтың бұрынғы туыстық негізде бірігу. Сол саясаттың жүйесін насихаттап жүрмін. Сондықтан мен әкем менің осы таңбаға байланысты оригиналыбыз атын таңбаның атымен атайды. Бізге берген төре жігіттен туғандықтан. Енді ана жағыма келетін болсақ, Әміре Қашаубаевтың қолында тәрбиеленген әкем, анасы қайтыс болып, сол Семейге апарып, сол 8-9 жасынан Семейде Әміре ағасының қолында өскен. Өзі Авралда туған. Аврал дейді ғой, Дегелең деген. Бүкіл Алашордалар, Аралдағы қымызхана бар ғой. Сонда Алашорданың көшімдері кездеседі. Қажымұқанмен дос болған әкем. Ана кімдерді көрген. Сол Әміре әнін тыңдаймыз деп келеді ғой, шақырады ғой қымызға. Сонда Алашшыларды көрген, Мұхтар Әуезов секретар болып, жұмысқа қарай таңертең жүгіріп бара жатқан жас кезін көргенін айтып отыратын әкем. Иса Ғайзақов кімнің досы болды Әміренің. Ол кісілер туралы әңгіме айтатын, бірақ өзі айтады, мен қанша есікті сыртынан қамап кетіп, домбыра мен гармонды тастап, үйрен осыны десе үйренбей, ойнау үшін терезенің көзін алып шығып кетуші едім деп өкініп отыратын. Бірақ дауысы жақсы болатын. Арқаның әндерін бәрін шырқап осы бәрін айтып отыратын. Әміре ағам дейтін Парижге кетіп бара кезде мен сағынсаңдар Ақбаян әнін айтыңдар деп еді деп ойнаш гармошкин дейді. Сол мен де 2-ші класстан гармошка ойнап, сол музыкант болып кеттім. Содан кейін музыка училищесіне түскенімде 65 жылы 1900 әкем мені Алматыға ертіп әкеп, Әміренің үлкен қызы Күләннің үйінде болдым мен. Сол үйде 1-2 ай тұрдым, одан кейін жатақханаға ауысып кеттім.
Ол кісі де опера театрында хорда әнші болған. Осындай жағдай. Мына Әміре Қашаубайұлын айттыңыз ғой. Мен Мариям Хакімжанованың естелігін оқыдым. Әміре Қашаубайұлы Транспортная көшесінде тұрыпты. Сіз сол көшеде болдыңыз ба? Сол үйде болдыңыз ба? Жоқ, басқа үйде болдыңыз? Қай көшеде болдыңыз? Күлән әпкем, тәтем жаңа айтқан, ол үйді сатып жібердік. Бұнау басқа үйде де, ол біз келгенде әкеммен қасымызда күн сайын Қуатбаев бар, композитор. Сонда келген кезде Пурмановпен Төле бидің бұрышында тұр ғой. Кейін құлап тастады. Сол үйде тұрған. Бұна жаны Мәмбет Әли әкім Мәншік Мәмбетов атындағы не тұр ғой, мектеп. Тура соны босты, соны салды да, бұна жердегі үйдің орнына құлап тастады, бос тұр ол жер. Анаңыз туралы айтып берсеңіз. Анам 1910 жылы патша үкіметі, орыс патшалары. Мұна Польшаның шығыс жағынан Брест деген жер бар ғой, сол жерден жер аударған екен отбасын Қазақстанға. Сол 10 жылы 1900 жер аударған, одан Сарқанға көшіп келген, 18 жылы менің анам сол Сарқанда туған. Енді анаңыздың есімін білсек? Мамам аты Екатерина Ефимовна болған, Волченко. Бірақ әкесінің атына емес, олар семьяда ажырасып кетіп, ата-анасы Лисовская болып, поляктың анасының фамилиясын алған. Жанұяда қанша ұл қыз болдыңыз? Анам 10 бала туған екен, бірақ екеуі мен кішкентай кезімде шетінеп кеткен екен. Одан кейін 8 қалды. 8-іміз болдық, 8-іміз. Елдің егемендігі үшін күрескен қайраткерсіз ғой. Батыр адамсыз. Осы жаңа анаңыздың есімін бекерден бекер сұрап отырған жоқпын. Сол сіз мысалы ұсталып түрмеге қамалғанда анаңыз бар ма еді, көз тірмеді? Бар. Сонда анаңыз сіздің осындай күрес жолына түскеніңізге қалай қарады? Енді мен орыс шовинизміне қарсы шықтым ғой, 20 жасымнан әскерде. Чайковский атындағы училище оқып жүрген жерімде 3-ші курста мені әскерге алып кетті. Теория музыка деген, музыка теориясы деген факультетке ауысып, халық аспаптарынан. Айтпақшы айта кететінім, Чайковскийді орыс композитор деп жүр ғой. Түкті орыс композитор емес. Анасы француз қызы Чайковскийдің. Өзі Запорождық қазақ. Анау бірінші концерті бар ғой, фортепиано мен оркестрге арнап жазған, әйгілі. Соның атын Чайковский Украин әндерінің тақырыбына жазылған концерт деп атаған басында. Бірақ ана екінші бөліміне анасы айтыпты, мұна бір француздың әні бар, соны кіргізші пайдалансаң қайтеді деп. Сол француздың әнін пайдаланғаннан кейін Украин деген сөз енді айтылмай қалды. Жалпы жай нөмір бірінші фортепианоға арналған концерт оркестрмен дейді. Ол орыс емес ешқандай да, Запорождық қазақ. Сол мені әскерге алды да, сол жерде мені Страйбатқа жіберді. Страйбатқа сол композитор болам деп жүрген адамды фортепиано ойнап, өзі тұқымым өзі музыкант бәрі, Әмір атамыздан бастап. Содан әскерге барған кезде мен ротада екі қазақ болып қалдық. Біреу жуас өзі орысша сөйлейтін алматылық қазақ еді. Қыз сияқты, қыз мінезді сылқылдап күле беретін. Ана Москва облысынан әкелген, жаңа орманнан 2 класс, 3 класс бітірген, Страйбатқа әкелген. Солар маған түрткілеп, біз деревняда пахат еттік, жұмыс істедік. Сен студент болып, дем алып жүрген екенсің, давай біз үшін жұмыс істейсің сен. Деді, істеп жатырмыз жұмыс. Бетонды тасып жатырмыз. Неге көтереміз бетонды носилкамен? Бәлен этажға. Қолдың бәрі кетті, кейін фортепианоға жөні жарамай қалды қолым. Соқта мен 12 фортепианоға 12 пьеса деген жинағымдағы ойнасаңыздар көресіздер. Сол өзімнің ойнауыма, техникама сәйкестендіріп, жеңілдеу болып жаздым. Кітап болып шықты. Сөйтіп артынан маған азиат, черножопый, калвит деген сөздер айта бастады. Артымнан жұмыс істеп жатсам, кеп ұрып жібереді. Кім ұрды деп, қайсымыз ұрдық дейді тағы да. Анау дедовщина дейді ғой. Жоқ, жасы орыста, кәрі дедовщинасы да біргіп кетті бәрі, тату болып.
маған тиіседі. Мен сондай бір объекті қалды. Соны бір күні командирлер шақырады жексенбі күні. Демалыс қой енді. Жұмысқа барған жоқпыз. Бардым. Сенімен неге араз ана әскери солдаттар, әскерилер отыр? Білмеймін дедім. Айтқандар істеп жүрмін. Картошкаға жібереді кейде тазалауға, анаған жібереді. Бәрін жұмсаған жағына барып жүрмін. Жұмысын істеп жүрмін. Жоқ, сен айт, неге? Қоймайды. Айтты деп. 6-7 офицер, бәрі орыс. Bir татар бар екен, үлкен кісі. Совхоз. Соны айттым. Азиатсың, чернозадый, түрксің деп айтады маған. Ұлтыма тиіседі дедім. Демем, замполит орыс. Ей, сен саясатты қозғап барасың. Ұлтаралық мәселе дейді. Саясатқа кетіп барасың дейді. Мен емес аналар дедім. Демем, ана командир тоқтады. Деді маған, жарайды, бара бер. Сөйтіп бір 3-4 күннен кейін командирім кеп, Котов деген капитан. Жүр дейді, Санчесқа барамыз дейді. Сөйтсем, қамауға жарайды дейді, сөйтсем айтады. Қамауың не дедім. Аналарды қамамайсың, менде нелерім бар. Жоқ, сені әскерге араластыруға болмайды екен, сен 2 жылыңда қамауды өткізесің. Гаупақтада дейді. Соға кеп, жаман киім кигізіп, бұшылат, анамын ауыстырып, қазір автоматчиктер келеді, конвой алып кетеді деді. Сен старшинаға айттым, не үшін қамалам мен 2 жыл? Қой, Алматыға жетейін де басшыларға айтайын. Не былық болып жатқаны мына жерде. Қол жуатын су жоқ. Жұмыс істейміз, бояу. Бір погон түсіп қалды, қарамайды, тек жұмыс істесең болды. Поляны жер астында ракеталар шахтасын етеміз. Соларды бояймыз, тазалаймыз объектілерді. Сөйтіп Алматыға жетейін бірден. Неге 2 жыл отырып керек мен? Ар жағынан қамаса шығамайсың одан. Дедім, дәретханаға барып келейінші деп старшина бір. Қазақ па, молдаван ба, бір қара жігіт еді. Көп сөйлемейтін. Иә деді. Үйден келген хат нелерімді алдым да. Гармония деген оқылымды алып шыққам, арға жалғастырам деп. Рахмановтың Алекі деген операсы кішірек қорабы. Мен фанатикімнен соны алып тыңдайым деп. Сағынам мен музыканы. Содан қайда? Әгілерді алдым да жаңағы. Қоршаудан шығып, ол жерде адам тұрмайды. Байқоңырда, полигонда. Ал Ленинскіден келеді да, офицерлер кетеді. Арасы 30 шақырымдай жер. Басқа темір жол бар. Алматы-Москва темір жолынан бөлек, соның астынан өтетін. Сонда қираған казармалар көп, солардың біріне барып тығылып, күн батуын күттім. Күн батқасам, географияны жақсы білем, әкелген жолды білем, Москва. Сол сөйтіп, қыстың күні 13 ақпанда жолға шықтым, түнделетіп. Түнімен жүріп, таң ата айтыр, жеттім Төретам станциясының маңайына. Бірақ оған барсам патрульдер ұстайды, мынау Алматы жақтағы разъезге қарай жүрдім. Сол жерге барып, товарный жүк пойызы тұр екен, біріне түйеген, асты көмір. Соған кірдім да, сонымен жолда тағы да пойыздар, ол басқа жаққа кетті, тоқтап қалды. Түркістанда тағы біреу өтіремен, ол Ташкентке қарай бұрылып кетті. Секірдім, пластинкам күй табағым, быт-шыт болды. Сол жыладым, күй табағым сынғанда. Мен басқа нәрсеге көп жыламайым. Сол күй табақтарым, кітаптарым жоғалса қиналам, күй табақтарыма өте музыкаға. Операларды жатқа білем бәрін, көп әлемдік классиканы. Алматыға келген соң оқитын достарым арқылы Чайковскийде Бауыржан Момышұлы ағаның адресін тауып беріңдер маған дедім. Олар тауып берді. Сонымен түнделетіп Бауыржан ағаның үйіне барып, жағдайды айттым. Қабылдады. Ана бір әйелдер бар екен, жоқ оғыз шаршап жатыр деп еді. Болмады, кіргіздіңдер. Айттым, аға, интернационализм қайдағы? Біздер айтып жүрген. Мыналар ол бізді адам құрлы көрмейді ғой, төмен сортты санайды екен ғой. Өздері мықты санайды екен. Шовинист қой мен орыстар. Ешқандай интернационалист емес деп. Баламай жағдайын қиын. Әскерден қашты деп сені жазалайды. Мен пенсиядамын ғой енді. Бір генерал бар, Бәйкенов деді ма, Бәйкенов деді ма, соған бір 9-10 класс оқитын қыз жүр екен үйде. Соған нетті, айтып отырды, жазып отырды машинкаға. Сол қатты алдым дағы, анаммен, туыстарыммен Ақсуға, Талдықорғанға барып қоштасып, бардым, мұны мен келдім сендерге деп.
осылай мінекей ұлттық намысыма тиді. Егер өзіммен төбелессе жарайды, мен шамам келгенше есесін қайтарам ғой. Енді ұлтымды қорлап, қандай жаман сөз айтатын, олар кім? Ол ұлттың ішіне бәрі кіреді ғой. Менің ата бабам, Шыңғысхан бабам, бүкіл қазақ, Құрманғазы, Абай, бәріне тіл тигізіп тұр ғой. Қазақ ұлтына тіл тигізген үшін. Мен оған жол бермеймін. Қазір 77 жасқа келсем де қазір жағаласы бөлем атаңа нәлет. Бірінші боп ұрам, шамам келмесе де. Ұлтыма тіл тигізбесін, ұлтыма содан соң Ол 7 ай әуреге салды сәрсек. Мен тергеп, не болды, қалай болды деп. Тергедіп, одиночка дейді, бір нелік. Соған қамап қойды, бетонда жаттым. Бір ай. Содан кейін бұның сот болатын болса, мен істеген қылмыстарын шовинистік айтып қоям, айтам. Соны білді де бұлар. Тергеушілерге айттым ғой солай деп. Мойындап та ана жақтағылар, тергеуші барып, мойындатып та аналар. Бір жас лейтенант еді, орыс болса да, мойындатып та, өз мәдениетті бір жігіт екен. Содан кейін бұлар сотсыз мені комиссовать етіп құтылмақ болып, Алматыда осында жындығана бар ғой, психбольница, соған апарды. Нервісі шайқалған ғой, емделсін деп. Бірталай уколдар салды, 1,5 ай сол уколдар салды маған. Сөйтті да мені ауру, әскерге жарамсыз, бейбітшілік кезінде. Сонда сіз комиссовать етті. Сонда сіз 1,5 ай ауруханада жаттыңыз ба? Жаттым, уколдар салды, үйтті бұйтті. Содан кейін военный билетің болғанша кетпейсің ешқайда деп қағаз алды. Дайын болғанша деп. Қайтадан бар, сол жақта күттеді. Мен барамайым, жағдай мынандай. Қайта конвоймен апарамыз деді, оған әпкем кеп, болмайды жағдай мына. Сендер дәрілерінен жағдай болмай жүр. Деп содан 7 айда мен босатты ғой. Военный билетімді берді. Содан қайтадан Чайковскийге барып, оқуымды жалғастырдым. Одан кейін анау әгілерді жазаламапты ешқайсысын, естідім. Басқа солдаттардан кейін кездескен. Ондай болса, бұл анау әскерилердің Москвадан келген солдаттардың білімсіздігінен емес, бұл үкіметтің өзінің саясаты екен ғой. Олардың шовинизмін қолдайтынын жазаламады ешқайсысын. Деп, үкімет жазаламаса, мен жазалаймын. Біз бұлардан тәуелсіздік алуымыз керек, бұл орыстардан. Бізді менсінбейді екен. Онда аулақ жүрсін. Біз бөлінуіміз керек деп, оян қазақ, оян елім деп, 10 талап қойдым. Оны қалай қойдыңыз ол талап? Машинкаға бастым. Бірінші қаламмен жазып алдым да, егер бұлай жүре берсек, ұлт ретінде жойылып кетуіміз мүмкін жер бетінен. Сондықтан біз орыс отаршыларына мынандай талап қоямыз. Бір ұлтқа табындыру, орыстандыру саясаты тоқтатылсын. Қазақ жеріне келімсектерді қаптатып көшіруді тоқтатсын. Ядролық полигон, әкем ауылын білем ғой, полигон екен. Тыңайтқыштар сеуіп, қазақ жерін улауды тоқтатсын. Қазақ жастарына қойға айдап жатты ғой. Аттестаттарын бермей, шұбартаулықтарды істеп, қонайып, миллион деді ма? Қанша қой алам деді, қазақты. Қазақ жастардың қойға нетуді тоқтатсын, қой бауға салуды. Аттестаттар бересін өзіне. Шетелдегі қазақтар, түркістандықтар ауып кеткен ғана жылдары қысымнан. Солар елге қайтарылсын. Оралмандарды айтып. Сондықтан өз еркімен әр республика бөлініп кетуге құқы бар деген Конституцияға бәленше бапты ұмытпасын деп қойдым. Естерінде сақтасын. Деп жас қазақ, ұлттық демократиялық жас қазақ ұйымы деп қол қойдым. Сонда қанша жастасыз? Мен 20-да жасымда, 21-ге қарағанда күзде бастадым ғой. 20-21-де. Содан 75 жылға шейін жаздым. Одақпыз ба, әлде отармыз ба? Деп. Ешқандай да одақ емес, біз патша кезде қалай отар қалды, әлі соғалтымызда деп, Маркстің айтқанын, Лениннің айтқанын келтірдім. Азаттықты тыңдаған жоқпын мен. Тек аналардың одақ деп кім нені айтқан, отар деп нені айтқан. Соларды мінекей, соның бәрін салыстырғанда біз отармыз әлі де. Деп. Орыстардың дүниежүзілік жандарым болуға тырысу деген мақала жаздым 74 жылы. Сонда ешқандай Қазақстан өз еркімен қосылмағанын. Анау Әбілқайыр хан кіші жүздің қол қойғанға дейін талай крепостьтер салынып қойған. 1731-ге дейін. Семей 1718 салынған. Өскемен 26 салынған. Зеңбіректердің қазақ даласына бәрін қаратып,
крепостьтер сап қойғаннан кейін қосылмағанда қайда барасың? Ешқандай. Басқа ұлттардың да қалай жауланғанын бәрін жаздым ғой тарих. Сонымен 20-ға жоқ мақала жаздым. Ұлттарды ассимиляциялау туралы. Ұлттардың ассимиляциялары кімдерге қажет? Ұлт мәселесінің тарихи шешімі деген 75 жылы мақаламда империялар күшпен құрылған. Бәрібір түбінде ыдырайды. Австро-Венгрия, Рим империясы, Шыңғысхан сияқты. Бұл империяда құрыйды, ыдырайды. Қазақстан, Украина, Грузия тәуелсіз болады деп жаздым. Машинка тауып алдым да, ескі машинканы жөндеп, сонымен көбейтіп, оқу орындарына тараттым Алматыдағы. Сонда ұстап берді Завет институтында 77 жылы 29 сәуір түнде Завет институтына барып таратқан жерімнен қазақтар ұлтшыл таратып жүрмін да қағаз деп КГБ-ға звондап КГБ кеп алып кетті мені. 8 ай тергеді. Сіз музыка мамансыз, тарихты мұнша білуіңіз мүмкін емес. Сізге кемінде академияда істейтін ғылым академиясында бір доктор тарихшы ғалым көмектескен. Айт кімді көмектескен. 8 ай бойы өзімнің жазғанымды дәлелдедім ғой. Сөйтіп ақыры антисоветтік үгіт насихат деген 7 жылға дейін соттайтын статьяны диссиденттік дейді ғой қазір. Өзгеше ойлайтын. Қоғамға жала жапты, КПСС-тің ұлт саясатына, қоғамдық жүйеге сын айтты, жала жапты деп. Сөйтіп 3 жылға шейінгі статьяға ауыстырып, бірінші мына Заречныйға апарды, 3 зона бар екен ғой. Соның біреуіне апарды. Одан 3 айдан кейін Алматының қасында болса достары көмектеседі деп, шын мәнінде де солай болды. Оқан Абдуллаев деген Шілдебаев, Күләш Байсетов мектебінде көп жыл директор болды. Екеуміз бірге қосып, былтыр қайтыс болды. Қуат Шілдебаевтың ағасы ғой? Иә, Қуаттың ағасы. Екеуміз бір бөлмеде тұрдық. Тасқын Розырынбаеваның күйеуі болды ғой кейін. Сол үшеуміз Чайковскийде бір бөлмеде тұрдық. Кейін Оқанмен мына Есік қаласында бірге істедім. Дос болдық. Жақсы дос болдық. Былтыр алдыңғы жыл қайтыс болып кетті. Байсетов мектебінде көп жыл директор болды. Сол өзінің бір нағашы ағасын айтыпты, капитанға Қаракемерге ауыстырып мені бір бригада ретінде. Туған жеріне? Иә, өзінің ауылына жаңа нағашы ағасы. Сөйтіп ана кішкене жеңілдеу болсын жұмысқа, азық түлік алғанға деп соған етіп еді. 17 күнде біліп қойды ағыны. Біліп қойып, қайтадан мен зонаға жіберді. Сөйтіп бұл жақта болмайды екен, достары көмектеседі деп мені Жаңатасқа жіберді. Анаңыз әбден қиналған шығар? Әрине, ана қиналады ғой. Ата-ана қиналады ғой. Папам қайтыс болды бірақ. Мен 18-ге келгенде. Анама обал болдым. Қиналды. Бірақ нең бар еді орыста деп деді. Ал 86 жылы мен телевидениеде істеймін, Күйтөбе ағам шығып, достарымның арқасында Жолан Дәстенов, Жоламан Тұрсынбаев деген достарым, Тілес Қажығалиев, солардың арқасында сол мен Күйтөбе ағамды шығардым. Одан кейін телевидениеға жұмысқа Жоламан Тұрсынбаев айтты, Қасенді шақырыңдар. Мен журфакқа түстім тағы да сырттай. Әңгімелерім шығып жатты. Анда саяси мақалалар жазуға болмайтын болып қалды. Біліп қойды қалай жазатынымды. Сондықтан сатира арқылы, әзіл әңгіме арқылы мен қазақтың отар екенін білдірейін. Ойлап жүрмін ғой, қазақ отар екенін сезінсе, көтеріліп, дұрыс үлкен көтеріліп, тәуелсіздік үшін күреседі деп. Сөйтіп сондай мақалаларым шығып, Ара журналында, Мәдениет және тұрмыс, қазақ әдебиетіне шығып, соны Жоламан білет, музыкада жазатынды, әдебиетте жазатынды. Содан редакцияға шақырды. Сол жерде жүргенде 86. Бұрқ етті. Колбинді орысты басымызға отырғызғанда қазақ шыдай алмай көтеріліске шықты. Қуанып кеттім. Қазақтың намысы оянғанына. Мен де шықтым. Бірінші күні ұсталмадым. Екінші күні бірақ ашық бардым. Ана кешегі ұсталғандарды босатыңдар, сонда тараймыз деп. Сонда сөйтем, жоқ, босатамаймыз деді. 1 сағаттан кейін маған СК-дағылар. Онда көбірек халықты жинап кеп, босатайық, қаланы аралайық деп, 2000-дай адам ерді маған. Қыздар көбі жақсы. Аэровокзалда ұстады бәріміз, жолды жауып. 4 жылға соттады, бұрын сотталған. Деді, мені ұйымдастырушылардың бірі дейді. Мен емес ұйымдастырған, шын мәнінде ұйымдастырған. Кейін есіме түсті. Мен Жарқын Шәкәрімді қасыма, Ерболат, кім? Шолпан Байғабалының күйеуі. Марқұмдар қайтыс болып кетті. Екеуін ертіп, мінберге бардым мен.
шын ба қарсы шыққан жоқ па транспаранттарын оқиықшы деп мінберге шығып оқыдық. Сонда ана жерде 200-дей адамның ішінде мен 38-демін сол күні. Ана жерде 45-50-дегі адамдар тұрған көпшілігі. Оларды бір түнде ұйымдастырып, сонша транспарант жазып, КГБ-ға білдірмей. Және анау Жүргеновтен келді олар дейді. Жүргенов университетінен. Анау жақтан көшемен жүргізіп, ол ешкімнің қолынан келмейді. КГБ жазып жатқанда түнде оларды ұстайды. Егер үкіметтің өзі ұйымдастырмаса, ол кезде анандай қылып, транспарант, андай ересек адамдарды топтастырып, ана жерге шерумен барғызып алаңға. Мүмкін емес. Ол кейін 2006-да есіме түсті маған. Ал сол Сол ұрандарда барғанда өздері ұйымдастырған, басқы топта, алдыңғы топта. ұрандарда не жазылған еді? Әр халыққа өз көсемі, Лениннің ұлт саясаты бұрмаланбасын деген. Қазақша ма? Қазақша жазылған, қазақша. Орысша көрмедім мен. Қазақша жазылған. Бірақ ересек адамдар тұрған. Соны кейін ойладым, неге олар сөйтті? Кім қалай ұйымдастырды? Не үшін ұйымдастыру мүмкін? Сөйтсем Горбачев Назарбаев пен Кемалиновке тапсырма берген ғой. Метель операциясын жасап қойған біз 1 жыл бұрын. Ана Шақановты айтып жүр ғой, метель деген операция. Соны сынақтан өткізді деп. Соны сынақтан өткізу керек болды. Қай жер, егер бұрын халық қарсы шықса митингіге, орыс қазағына қарамайды, пулеметпен атып салушы еді ғой. Хрущевтің өзі де атқан, Брежнев те атты. Енді қазір перестройка, демократия деп жатқан кезде халық наразы болып шыға қалса не істейміз деп жаңағы қалай таратамыз деп метель деген операцияны 85 жылы желтоқсанда жазып қойған екен. Бірақ соны қайда сынақтан өткізсек деп ойлап жүрген ғой. Содан кейін Горбачев тапсырма берген. Сонда Колбинді сол метельді өткізу үшін әкелген ба сонда? Колбин білмей қалуы мүмкін. Бұландай мен жаздым, фельетон жаздым. Қалай ұйымдастырылды деген. Колбин білмей қалуы мүмкін. Біз метелдеп ұйымдастырайық, сынақтан өткізейік. Қазақ ең аз қала лап көтеріліп кете алмайды. Неден Европадан алыста, Қытайдың шекарасында түкпірде жатқан Алматыда өткізген қолайлы болар деп Назарбаевпен ақылдасқан ғой. Сонымен өздері ақылдасқан, сол Назарбаевқа айтқан, сендерді өткіземіз, сендер адамдарды ұйымдастырыңдар деген. Сол метель операциясы басқаша болып кетсе, халық көтеріліп кетсе, Назарбаев Қонаевтар айтады, ой, қазақ деген қой аузынан шөп болмаса халық интернационал, жоқ олар деп сөйтеді. Біздің оқығандардың, азаматтардың институт бітірген Алматыда қалу үшін орыстардың тауық қорасына 5 жылға пропискаға тұрып Алматыда қалу үшін сөйтіп барып қана пәтерге кезекке тұратын. Сондай қорланып жүрген, қазақтың өз ана тілінде сөйлемей қорланып жүрген олар айтпайды ғой Қонаев пен Назарбаев. Бәрі тамаша, план орындап жатырмыз, артамен деп сөйтіп қазақ лап қояды деп ойлаған жоқ. Соны олар ескеріп, егер халық арты насырға шауып кетсе, ана Колбинді қояйық Қонаевтың орнына. Ұлтшылдар олар, ана Колбинге қарсы шықты. Ұлтшылдар бұлар деп жазалаймыз деген сияқты жоспар болған сияқты. Бұл сіздің өзімнің неңіз ғой, ойыңыз, тұжырымыңыз, Бұл шыққалы бірталай болды, ешкім маған олай емес деп қарсылық айтқан жоқ. Комиссиясы да, үкімет те олай емес деп. Жоқ, мен сол ал бірақ қазақ ашынып жүрген қазақ, андай жыны орысты басына келген кезде лап етіп, жаңағы іштен ашынып, ұлттық кемістік көріп жүрген қазақ лап етеді деп олар ойлаған жоқ. Бірақ шықтық, оған сотталғаныма ұлт намысын қорғап, басымызға бөтен ұлтты отырғызбай, тағы да 4 жылға соттады. Бірақ мен өкінбеймін, денсаулықтан айырылды, түрмелетіп, фортепиано дұрыс ойнамай қалдым, бәрі ауырады, омыртқа кетті бәрі, протрузия, грижа деп сол ауырып өтіргеннен. Бірақ айқасып жүрміз әлі де. Құдайға шүкір, таяқ ұстап қалдым, бірақ 3 жыл болды. Сіз осы саясаткер болам деп ойладыңыз ба? Жоқ, ойлаған жоқпын. Мен композитор болам деп 4-5 класста вальс деп, би деп шығармалар жазып, Хачатурянның вальсына неге еліктеп, маскарад драмасына жазған Лермонтовтың. Басқа да сондай еліктеп, музыкалар жазып, нота үйреніп өз бетімше. Композитор болсам шіркін, онан кейін 15 жылдан бастап симфониялық оркестрдің дауысын естіп, мен опера театрынан шықпайтымын. Жаңа
әскерден қашып келе жатқанда күй табағым сынып қалғанда жыладым деп айттыңыз. Иә. Ал енді мына бірнеше рет қамақта отырдыңыз ғой. Иә. Жылаған жоқпын онда. Деп күй табағым Рахмаевтың Алека операсы. Енді ол жерде адам қанша дегенмен сағынады ғой үйді, сонда көзіңізге жас алған жоқсыз. Жоқ, көз жасалмай. Сол анау күй табақтарым кімге қалады? 5000 күй табағым, 8 шкаф кітабым бар. Күй табақтарым Жолан Дәстенов, Теміржан Базарбаев, Тілес Қажығалиев, Төлепберген Әбдірашев дирижер үйінде болған. Ой, сенен көп күй табақ жинаған классикалық музыка. Ол қазір үйіңізде ма, ол күй табақтарыңыз? Адам жоқ шығар деп, Москвада да көрген жоқпыз деп. Сонымен өзім жағдайым 2 рет ковид болып, жағдайым болмай қалса, балалар дұрыс пайдалана ала ма, шашылып қалмасын деп, Алматыдағы архивиндағы қалалық фондыма тапсырдым. Кітаптарды тапсырдым, енді оны бәрін пашта оқып шыққан ғой, 8 шкаф. Кітапхана сыйладым, кітапханаларға фондыма тапсырдым. Бірақ ана күй табақтарымдан Регалетті, Травиаталарды дорбы қоржынға салып жатқан кезде айғайлап жыладым тұра. Әкем өлгендей, дауыстап. Бала кезде жинағандарым, 15 жасымнан жинаған күй табақтарым. Қанша опера, симфониялар, шіркін-ай. Өмірдегі ең жақсылығым көрген сол менен бұрын өткен классиктер дейміз ғой, батыстағы орыс классиктер, композиторлар, Чайковскийлер, Мусоргскийлер, Дворжиктер. Біздің өзіміздің Ақан сері ең жақсы көретін әнім Алтыбасар менің. Иә, Алтыбасар мен кете бастадым. Сұржекей ең жақсы тамаша көретін әндерім. Соларды тыңдап өмірді өткізгеніме ризамын. Басқа еш нәрсе бұл өмірде жақсылық көрген жоқпын мен, деуге болады. Сол музыкаларды тыңдап рахаттанғаным солар. Соған ғана ризамын. Сол. Басқа бұл өмірге. Европа композиторларынан кімді жақсы көресіз? Ой, бәрін жақсы көремін. Бәрін жақсы көремін. Әр композитордың ішінде орташа да шығармалары бар, тамаша шығармалары да бар. Бірақ анау абстракционистер бар ғой. Шонберг, Пендерецкий деген шықты ғой. Біздегі Прокофьевті соларға еліктеп Шостаковичпен. Бірақ кейін олар түзеліп жаза бастады дұрыстап. Андай абстракция, музыкалдық хулиганство деймін. Соған айналдырғанда тыңдамаймын мен. Музыканы, диссонанстарды тыңдағым келмейді. Қазақ музыкасы туралы не айтасыз? Енді қазақ әлемдегі, біз енді халық музыкасы деп жүрміз ғой. Бірақ онда біреулер шығарды ғой. Әлемдегі ең музыкаға бай халық қазақ халқы деп есептеймін. Біз мақтансақ, қонақ жайлылығымызбен емес, әркімге есігімізді ашып, есіктен кіріп 4 менікі дегізіп. Не болды аяға? Біз қазақ мақтансақ, ұлан ғайыр, телегей теңіз музыкалық мұрамызбен халықтық. Соларды мақтауымыз керек еді. Мен сізді баяғыда теледидардан көрдім. Бір жерде сіз былай деп айттыңыз жұрттың алдында. Қазаққа қару беру керек деп айттыңыз. Иә. Сол ойыңызды қазіргі жағдайда қару керек па, керек емес па деп сұрайын деп жатсам. Жалпы сол кезде неге айттыңыз? Ол 17-сінде желтоқсанның 91 жылы тәуелсіздік жарияланды ғой түнде. Сонда мінберге шығып алаңдағы. Сонда Назарбаев та келді. Мен Жібек жолында күзден бастап, қыркүйектің 11-нен бастап Қасымхан Майхантегі деген азаматымыз аштық жариялады, тәуелсіздік талап етіп. Басқа республикаларға ГКЧП кезінде тәуелсіздік алып кетті, алып жатыр. Прибалтика, Қырғызстанға шейін тәуелсіздік алды, Украина. Біз не алып жатырмыз? Желтоқсанда көтерілген беделімізді қайттан таптататын болды ғой Назарбаев. Тәуелсіздік жарияламасаңдар осы желтоқсанның 5 жылдығына бүкіл облыстарға үндеу тараттым. Желтоқсан азаттың азаматтары киіз үйлерге әкеліңдер, қыс болса да сол жерге тігеміз. Егер жарияламаса, биліктің толықтай отставкаға кетуін талап етейік. Москвадан қалған биліктің. Көзіміз ашылмайды. Бұлар тәуелсіздік керек етпейді бәрібір. Екен, онда халық болып сөйтейік деп ұран тастағам. Сол бірақ 16 кешке біз 17-сінде шығамыз десе, ол 16 кеш тәуелсіздік жариялады. Енді сонан кейін жарайды деп
Бірақ трибунаға өзіміз жүргіземіз желтоқсандықтар. Мына 5 жылдықты желтоқсан деп айтылғанбыз. Соған сөйтсем жаңағы Назарбаевтар жер астынан шығып келе жатыр ана жақтан. Біз мінберде тұрсақ. Сөйін амандасты, жарайды, құттықтадық. Тәуелсіздікпен бір-бірімізді. Құтты болсын, баянды болсын деп. Сөйін тұрған Назарбаев. Мен айттым, енді тәуелсіздікті сөз жүзінде ғана айтпай, оны қорғай білу керек. Іске асыру керек, шын тәуелсіз болып. Анау неде шекарада қазақтар жүр, қаруларын салдырылатып, тағы басқа. Иә, айналамызда дос емес ұлттар да бар. Үлкен алып. Сол тәуелсіздігімізді қорғау үшін әр қазақтың үйінде қару асулы тұру керек. Әр қайсы Колбиннің 14 мың қойшылардың халықтың қаруын жинап апты. Колбинді қазір оңбаған деп айтып жатырмыз. Бірақ дәл сол қаруларын алып қойған заңын әлі мойындап отыр біздің Қазақстан билігі, жалғастырып отыр. Бұл қалай? Бұл жамандаймыз, оны мына қаруын алып қойған қазақ сол қаулысы жақсы екен. Сондықтан болмайды. Әрбір қазақтың үйінде қару болу керек. Әрбір қазақ әскер болу керек. Баяғы замандағыдай. Қазір де айтып жүрмін. Анау жаңа өзен мұнайы бітеді деп отыр ғой. Қазақты қайда жібереміз халықты дейді. Шекарамыз 7000 километр Ресеймен дейді. Вот сол жерге ауыл жасау керек. Күзеттіктер сол жерге қою керек. Қазақтар бар ғой баяғыда. Ана орыстар жалдаған. Сол қазақтар сияқты сол шекараға адайларды орналастыру керек. Иә, жұмыссыз қала ма? Сол жерде күзетші болсын. Иә. Бүкіл шекарада солар ауыл құрып отырсын. Ана бос қалдыруға болмайды ғой. Деп. Және де маған үйге сол кезде біздің желтоқсанның 5 жылдығына қатысуға Қырғыздан 4-5 азамат келіп жатқан. Қырғыздар. Солар айтты, біздің парламент қару ұстауға рұқсат ететін заң қабылдап жатыр, деді. Солардың идеясын мен алып жаңа жерде айттым. Назарбаев шошып кетті, қолын жібере салды. Алдында мақұлдап тұр еді. Иә, ананы айтқанда жібере салды, ол тікелей эфир болды. Соны тыңдағансыз ғой. Иә. Сол сын көбейді маған, ойбай, Қасен Қожахмет экстремист екен, үкіметке қатты сөз айтады. Иә, қару керек деп айтты деп. Енді шынымен мен билікке ғана қатты айтам. Ана халықты қорлағанына шыдай алмаймын да төзе алмаймын. Иә, сол билікке қатты айтам. Жай халықпен үйдегі балаларым менен емес, шешесінен сескенеді. Мен ойлап кетеді. Ал енді мен шынымен қой түгіл тауық сойып көрмеген адаммын мен. Андай музыка тыңдайтын адам қалай қан төгеді біреудің? Сізге бір тарихқа байланысты сұрағым бар. Мына Франция өзінің тәуелсіздік алған күн деп баяғыда Бастилияны азат еткен күні ғой, жаңағы дұрыс па? Иә, солар қазір тәуелсіздігін мереке етіп мерекелейді, тойлайды. Бір әңгімелер бар. Мәселен, мына желтоқсандағы күн сол алаңға шыққандарды жазалаған күн, бұны мерекелеуге болмайды деген бір пікір бар. Ал Францияда да сондай болды ғой. Сондықтан бұған көзқарасыңыз қалай? Француздар ғана емес, көп халықтар өздерінің мына соңғы көтерілістері қашан болды тәуелсіздік алар алдында. Бір халықтың санасын оятқан серпіліс. Сол күнді тәуелсіздік деп жариялап отыр ғой. Ана Венгрияда, Чехияда, сол көтеріліс болған күндерін жариялап отыр. Ал енді Франциядағы жариялау шынымен де ойын болған ол. Бастилияны құлатқанда ішінде түрмеде жоқ болатын, кісі жоқ болатын. Солай ма? Оны еврейлер ұйымдастырған көтерілісті. Француздар емес. Әрине Францияның корольдің әйелі өте сырапшыл болған. Мария Антуанетта деген Австрияның несі, ханзадасы, принцесса. Халық неге көтеріліп жатыр дегенде, неге наразы болады дегенде, нан жоқ деп айтыр, нан жоқ дегенде, торт жемей ме ондай болса деген ғой. Көрдіңіз, халықтың жағдайын ойламайды. Ақыр солар халық, соны жаңағы, сол күзде халық Францияда корольдің жаңағы ақсүйектер іріп-шіріп, той-томалақ жасап, сөйтіп әбден халық мемлекет жұтаған кезін пайдаланып, сонда әр елге тарап кеткен, баяғы Вавилон тұтқыннан кейін өздері жартысы әр елге тарап, елді сол елдердегі халықты кредитқа батырып, өсімқорлықпен ақша
ортақ ақша тауып, әлемді билейміз деп жүрген еврейлердің общинасы солар ұйымдастырған. Және олар свобода, равенство, братство деген ұран ойлап тауып, барлық адам тең, ана корольдардың, ақсүйектердің басын шабыңдар, рубасы деген болмау керек. Бәр адам парламентке бара алады, сайлау арқылы, партия құру арқылы, билікке келе алады, президент болады деп солар ойлап шығарған. Міне сол қазір жүйе бізде жүріп отыр. Советтен кейін мына сол жүйемен сайланған адамдар демократиялық сайлау арқылы өмірлік диктатор болып отыр. Сондықтан бұлардың жүйесі де әр елге сол арқылы тегі төмен адамдарды президенттік қойып, жаңағы еврейлер общинасы. Солар арқылы сол елдерді тонау. Әр президенттер. Және өздері де президент болды. Саркози Францияға екі президент болды. Ол еврей, Зеленский отыр еврей. Сондықтан әлемді билеу үшін мен оларды жамандамаймын. Өте ақылды халық. Және 3000 жыл бұрын Тауратта солай жазылған. Әлемді билейсіңдер. Әлем ұлттарының патшалары біздің алдымызға тізерлеп тұрады деген армандарына жетіп отыр. Шіркін-ай, қазақта сондай болса екен деймін. Мен қызғанам оларға. Мына 86 жылы болған оқиғаларды сіз көтеріліс деп бағалайсыз ба? Әрине. Ана орыс тарихын оқыдық қой мектепте. Мана помещиктің несін үйін өртеп жіберіпті, түгелін өртеп жіберіпті. Ол бір-ақ күнде болатын нәрсе. Оларды көтеріліс деп отыр. Сонда Орыстан бәлен жүз көтеріліс болған екен дейді да, біздің бүкіл Қазақстанға болды ғой ол. Жүздеген мың адам шыққан, біздің нені Москваның саяси қаулысына қарсы шығып отыр. Андай. Соны оқиға дейді, ал керек болса. Оқиғада машина соғысып қалды, бір-бірімен жолдың шетіне шығып кетті оқиға. Әсен аға, осы желтоқсанды кеңінен тарихын зерттеп бір үлкен зерттеулер жүргізілу керек па? Қалай ойлайсыз? Жоқ, осы белгілі нәрсемен жүре береміз ба ары қарай? Керек еді, оны бірақ сол кездегі Москваның құлдары, марионеткалар дейміз ба, қуыршақтары әлі отыр ғой билікте. Солар отыр. Солардың қалдырған адамдар отыр, солардың балалар келіп жатыр. НКВД, КГБ-да істегендердің балалар отырған жерде. Болмаса, мынандай өз халқына өзі мынандай безбүйректік жасап, қысым жасап қазіргідей. Болашақта жасалынатын нәрсе ғой, қалай қарайсыз? Қайсы? Осы тарихты... Мыналар отырған кезде, Москвадан қалған мыналар. Бұлар түкті жасамайды. Оны ғана емес, жаңа өзенде де кім атқанын. Мен ана айттым ғой, желтоқсанды мен ашып, жаңағы болжаммен өзімнің. Шақановты комиссияның төрағасы қойды. 2 жыл мектепке барыпты. Мен барып мектеп директорынан өтірік аттестат алып беріп едім деп. Талдықорғанға барғанда 89 жылы қараша айында айтқан Шамшағаның сөзі. Сол 2 класс істеген, бастауыш класс мектеп бітірмеген кісіні Шақалып деген. Желтоқсан көтерілісінің комиссияның Верховный Советтің төрағасы қойу деген, ол желтоқсан оқиғасын қорлау, халықты мазақ ету деген сөз. Түсіндім, иә. Әні сол комиссия. Болашақ жастар өсіп, соны зерттейді деп сенесіз ба? Жоқ. Мына қалпымен, мына үкімет тұрса, ешкімдіге де ештеңені зерттеткізбейді, өз қылмыстарын аштырмайды, жаңа өзенді де, қаңтарды да айтқызбайды. Ал енді бұлар отырған, бұлардан тәрбие алған жастар қисыға қаштан түзу көлеңке түсуші ме еді? Түспейді. Сол сияқты қазір жастарымыз да ана жаққа барып карьерист болып, ал болмайтындар шетелге қашып кетіп жатыр. Халық жасып қалған, бұрынғыдан да бетер жасып қалған кезде қалай олардың қылмысын ашады? Ашықтырмайды. Ол үшін жүйені өзгерту керек. Мына жүйені қалай өзгертеміз? Мен соны айтайын. Қалай өзгертеміз? Митингіға, Алматыға келіп жиналуға Қазақстан жері үлкен. Ана жақтан, мына жақтан жиналуға байлар келмейді ғой митингіға. Кедей кепшік келеді. Жағдайлары қиын азаматтар келеді. Олар жол ақыны қайдан алады? Ал партия құрып, нету үшін құрылтайға келу үшін жол ақыны қайдан алады? Мейманханаға ақша қайда? Сондықтан ол бос сөз. Алматыға жер митингілаудан шықпайды. Полицияның өз саны анандай болды әнекей. Бюрократтардың саны анандай болып отыр әнекей. Армия жинап алды. Сондықтан оның жолы қазақ теке тіреспей олармен. Қазір басқа
коммунизм, социализмнің жүйесі құрылды ғой. Сталин бүлдірген, сталиндік большевиктік колхоздастыру деп бүлдірген, жеті ата бір ауыл болып ағайын туыстықпен бірге отырған ұлт едік қой. Соны талқандап, мінекей, сол Сталиннің жолымен әлі кетіп баратырмыз. Сол қазақ талқандаған күйі талқандалып барамыз ары қарай. Екі ағайындадан бір-біріне көмектесе алмай қалды қазір. Сондай жағдайдамыз. Билікті жаңа Сталиннің несімен көп постсоветтік елдерде халықты үреймен басқарып отыр. Қорқыту арқылы. Мәдениетін өсіру, тұрмысын жақсырату емес, үреймен қорқытып, сол Сталиннің маховик дейді ғой, машинасы жүріп тұр, жазалаушы. Біз содан арылуымыз керек. Сталинді жаман анау дейміз, қанышер деп, дұрыс қанышер екен. Енді соның жолынан неге сол салып берген, зорлап, қазақ неге сол жолдан құтылмаймыз? Енді кім айтады, Черчилль, енді демократия деп қазір сайлау жүйесіне көштік. Мынау ма демократия? Сол коммунист номенклатурасындағылар бүкіл жердің бәрін қоршап алып, басып алды да, техниканы бәрін халыққа, нарыққа көшіңдер дейді. Капиталист болыңдар дейді. Мал жаятын жер жоқ. Совет кезінде қалай бір сиырмен отырса ауыл, әлі сол бір сиырмен қалды. Жердің бәрін алып қойды. Соғыста мен өткенде жазда айттым мен, ортақ болсын жер, босатсын. Сталиннің жүруді тоқтату керек. Халық малын көбейтсін. Митинг қылмасын мына жаққа келіп. Керек жоқ. Аса бір намысқа тиетін нәрсе болмаса, Алматыға келіп, Астанаға, орындарында отырып, оңалыңдар. Мал ұстаңдар. Қазаққа жағатын бизнес өзі мал ғана, ең ыңғайлысы. Жастар сонда қалаға қашпайды. Қалаға келгендердің несі жоқ, болашағы жоқ. Қалада жүріп қор жинай алмайсыңдар. От зарплаты до зарплаты дейді ғой. Не ол? Ауыр жылы телешке нетіп. Одан да ауылда оңалыңдар отырып. Ағайынмен партияға, еврейлердің партиясын емес, алданбай өтірік партия, түкті бітіре алмайсыңдар, құра алмайсыңдар. Ағайын боп бірігіңдер, ағайын боп бірлесіңдер. Туыстық негізде бірінші. Сонан кейін ұлттық негізде қайтадан бірігетін заман келді, Керей Жәнібектің заманы. Асен аға, қалай болғанда да жаңа өзіңіз айтқандай, осындай күнді басқа елдерде тойлайды. Сондықтан енді бір ауыз құттықтау айтып, тілек айтсаңыз. Мен айтпаймын, не деп құттықтаймын? Тәуелсіздікті сөз жүзінде айтты да, мен сондағы 92 жыл ақпанда жазғам. Түсімде жаңағы қайтадан алаңда қызыл тулар, Назарбаев баяғы, мен одақтан кеткім келген жоқ еді, ана өтті деп ақталып, қайтадан одақ құрылған екен деп. Солай болады деп айтқан мен соған келе жатыр ғой. 92-де филетоным, айтпады демеңдер деген. Мен не деп құттықтаймын? Сондай түс көрдіңіз ба? Филетон ғой. Мен шынымен түс көрген екен деп. Филетон ғой. Бірақ мен болжап айтып отырмын. Соған келе жатыр ғой мен. Түк тәуелсіздік алған жоқпыз. Орыс есін жинап кейін қайта қысады бізді. Деп айтқам, әскерімізді жасайық, ананы қазақты күшейтейік деген, оны істемеді. Сондықтан мен не деп құттықтаймын? Құттықтасам мені халық балағаттайды. Не айтып отыр деп. Қайдағы тәуелсіздік? Ана тілімізде сөйлей алмай жүрміз. Онда сұрақты отаршылардың тілінде жабысып, қазақтың санасы оянған жоқ. Онда сұрағымды қайтып алдым онда. Қайтып алыңыз. Тәуелсіздік үшін әлі күресуіміз керек. Күрес алдыда. Бірақ оны қалай күресеміз? Баяғыда Ленинге ақша берген сияқты Германия, Троцкийге, Америка, еврейлер. Бізге қазақ ешкім көмектеспейді. Бәрі бізді жерімізге кіріп, бізден арқылы тонап баюдың Америкасы бар. Бәрінде болдым мен. Өздері шақырып, жиналыстарына өтірік демократия. Жоқ іштегеде. Нағыз демократия біздің көшпелілердің демократиясы. Ол деген ағайын бірлесіп, ауызбірлікте болып, сөйтіп жағы бір-біріне көмектесіп, анау парламентке сайлауларына қатысудың қажет жоқ. Еврейлер ойлап тапқан сайлау. Алданды ғой талы. Партиясы өтірік. Біздің ақшамызға өздері құрып отыр. Жай халық құрамайтынына көзіміз жетті. Сондықтан бірігіп халық. Әр ру өзінің жақсысын, игі жақсысын. Андағылардың игі жақсы деп аузыңызға бармайды айтуға. Өз игі жақсысын білетін, міне біздің адам деп парламентке делегировать ету керек. Сол парламенттік республика құру керек. Кадр мәселесін бәрін сол парламент шешу керек. Комиссиясы. Кім министр болам дейді қай салаға, кім премьер-министр болам дейді. Сол парламентке арыз жазсын.
парламенттік комиссия қарап, мынау ана сала министр болды. Президентке кадр мәселесін беруге болмайды. Ол парламенттік партия республиканы кім жасай алады? Сол халық жасайды. Өз ішінен өзі таңдап білетін адамдарын. Болмасандар тізіммен өздерін ләппай дейтіндерді жинай береді. Ол өтірік алдай береді. Біздің ақшамызға өтірік партиялар құрады, өз адамдарын отырғызып. Түкті өзгермейді, онда құлдырай береміз. Жоқ болып кетеміз ұлт ретінде бұлай. Тонай берсе, түкті қалдырмайды. Тонап жатыр ғой, жердің астын үстін қанша мемлекет тонап жатыр. Сондықтан президент дегенде жеке басқа табыну деген пәледен құтылу үшін Швейцарияның үлгісін алу керек. Швейцарияда 7 адам президент. Жылына біреу қол қояды. Кішкентай ғана мемлекет 7 президенті бар. Жылына біреу қол қояды. Келесі жыл басқасы қол қояды. Келесі жыл басқа қол қояды, маңызды бекіту үшін. Сонда жағымпаздар кімге жағымпаздарын білмей қалады. Көрдіңіз бе? Культілісіз, жеке бас кімге табынарын білмей қалады. Біз әбден культілісіз табынып үйреніп қалған, бір президент болса тағы солай болады. Сондықтан жаңағы Швейцария жөнінде барлық коррупциядан да, жеке басқа табынудан бәрінен құтылып шыға келеміз. Соғыссыз ақ. Ал енді жарайды, өтпелі кезеңде бар ғой, партия құрады тағы да, құрамыз дейтін біреулер. Бас құлыптар не істейді, енді руы жоқ дейді ғой. Олар төменгі палатада мәжілісте отырсын, сайлау арқылы, өтірік сайлау арқылы қатысып, бірақ солардың қабылдаған заңдарын жасаған. Мына рулардан құрылған сенат, дейміз ба, жоғары палата. Англияда да солай, лордтар палатасы дейді оны. Солар тексеріп, Қазақстанға пайдалы ма, зиян ба, соны сүзгіден өткізіп отыру керек. Осындай жоба жасап жатырмын мен, насихаттап жатырмын. Сонда бәрі түзеледі. Ың-шыңсыз аналармен де соғыспаймыз. Ақыр олар кетпейді екен, халық өзі кетіп қалу керек. Конфуций айтқандай. Болды. Сол жүйемен барлық бізде кесапаттар патша кезінен, совет кезінен, тағы да басқа енген, қазіргі Назарбаев кезінен енген жаман қылықтардың бәрінен арылуға болады деп ойлаймын. Осыған күрессе халық, күрескенде жаңағындай бейбіт жолмен өздері. Осыған ерінбей, жаңағы енжар болмай өз тағдырына өз қолына алса, сөйтіп дұрыс мемлекет болудың жолы сол деп ойлаймын. Сөзіңізден түсінгеніміз, қазақтың бәрі текті болсын, соған тырысайық, мемлекетшіл болайық дегеніңіз деп мен түсініп отырмын бүгінгі әңгімеңізді. Бірақ мемлекет жасаудың құралы анандай болу керек. Мынандай емес, шеттен енген европалық жасанды жалған сайлау анау. Нағыз анау мыңдаған жылдар өзін ақтаған жүйеміз біздің, көбелеп айтқан, тиіспеңдер көшпелілерге. Олар өздеріне керекті, ыңғайлы, қолайлы жүйесін өмір сүретін мыңдаған жыл бұрын жасап алған деп. Байтұрсынов айтты, тиіспеңдер, қазақтарға реформа, тап күресі жоқ бізде. Ана жеті ата, бір не болды ғой, жеті ата бір ауыл болып. Байды, кедейді, туысқандар олар деп. Міне сол жүйемізге қайтадан келуіміз керекпіз. Оның жолы жаңағындай деп есептеймін. Туыстық негізде бірігу керек. Адырнаның құрметті көрермендері. Осы күндері бізде Адырнаға 15 жыл толып жатыр. Осындай мерей той барысында біздің шаңырағымызға қазақтың ұлы, белгілі азаматы Қасен Қожа Ахмет ағамыз келіп, өзінің ойын бөлісті. Сіздер бүгін бізге көңіл бөліп, бізбен бірге болғандарыңызға үлкен алғыс айтамыз. Кездескенше күн жақсы.